Өзі де ойы да тәуелсіз ағылшын мұғалімнің бір күні қалай өтеді. Иә, көріп тұрғандарыңыздай мен шығыс биімен айналысамын, мұғаліммін, бірақ бұл туралы кейінірек. Таңым осылай қыздарымды садикке дайындап жіберіп, мектепке қарай жүгіруімнен басталады. Мектепке келе салай, осылай күнім әріптесіме тәрбие сағатына көмектесуден басталды. Тәрбие сағаттың өзін қазіргі кезде, концерт қылып өтпесең болмайды ғой. Түсте мектептегі қыздармен тез тамақ ішіп алдық. Обедте алдын педсоветте болған нәрселерді талқылап алдық. Осы қарашада тек педагогтерге ашылғандықтан қыздардың көбісі келесі квалтесті күтіп жүрміз дейді. Квалтесте өзгерістер болуы мүмкін. Бұрынғыдан да тапсыру қиындайды деген сыбыстар кетіп жатыр. Қой деп әңгімені айтып болсақ, сабақтарымызға кеттік дедік. Жұмысымыздың барлығын бітіріп, деп биіме қарай тайдым. Жұмыстан соң тағы да чаттарымда хабарламалар толып кетті. Кешкі астан соң бәрібір жауап бермеймін десең де оқып қоясың ғой. Қазір мұғалімдерге талап көбеюде. Одан қоса квалтест жыл сайын қиындап, мұғалімдер бір реттіктен сразу өтпей де қалып жатыр. Онымен қатар жасанды интеллект үйреніңдер, презентация жасаңдар дейді. Мен өзім квалтесті тапсырып тастасам да, егер осы платформамен оқисың десе, ойланбай алушы едім. Себебі мұғалім онлайнда платформасын қолдану өте жеңіл. Гарантиямен, ал еще бонус ретінде тура бүгін жазылғандарға жи курсын сыйлыққа беріп жатыр екен. Көп мұғалімдердің ұсынысымен жасап шығарыпты. Ал оны алу үшін төменге жи деп жазып кетіңіздер.